Сәлем достар, бүгін мен осындай өте дәмді, тойымды салаттың рецебін ұсынамын. Рецеп ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен тауық етін жұмыртқамызды суға пісіріп аламыз. Одан кейін барлығын 4 бұрышты етіп тураймыз. Үлкен табаға саламыз. Осындай кириешкені қосамыз. Осындай формада болса өте жақсы болып кетеді. Одан кейін жүгерімізді қосамыз. 1 банка жүгері жарайды. Барлығын осылай үлкен табаға салып, 3 қасық майонезді қосамыз. Майонездің орнына қаймақты да қоссаңыз болады. Осылай барлығын қосқаннан кейін жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Өте дәмді салат, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Одан кейін осындай ас қасықтың жартысына толмастай тұзымызды салып, тағы да бір мәрте араластырамыз. Бұл салаттың бір жақ жері 5-10 минутта дайын болады. Қонақтарыңыз келсе, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңыздың назарынан, көңілінен шығатынына сенімдімін. Өзім де жасағанмын, кәдімгідей бір шайда бұл салаттың барлығы таусылып қалды. Ал рецеп ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.